табысы болатын бізде екі жол бар. Оның патологы бізде осы инвестицияға келіп тіреледі. Ай сайын шотымызға тұрақты ақша түсіп отырады. Ірі қорлардың бір бөлшегіне иелік ету. 321 миллион теңге шығады. Сізде жақсы пайда табасыз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Жалпы бұл видеода инвестиция арқылы 0-ден 1 миллион теңге пассивті табысқа шығу жолы туралы ашып айтатын боламын. Және де видеоны соңына дейін қараған жандар үшін өзімнің жеке консультациямды тегін сыйлайтын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы сабақты бастамас бұрын өзімді таныстырып өтсем, есімім Саят, Талдықорған қаласынан. Жалпы осы инвестиция саласында жүргеніме 4 жылдан астам уақыт болды. Осы уақыт арасында өз біліміме 6 миллион теңгеден астам инвестиция жасадым, және де осы 1000-нан астам адамға өзінің алғаш капиталын құрап, инвестицияға 0-ден қадам басуына көмектестім. Өзімнің бос ақша, бос мүмкіндік кітабының авторымын, және студенттерім 20-30 мың теңгеден бастап 1000-2000 долларға портфельге дейін жетті. Сіздер оны инстаграмдағы бізде кейстар 1 деген бар, кейстар 2 деген бар, нәтижелер деген бөлім бар. Сол жерден инстаграмнан көрсеңіздер болады. Барлықтарыңыз білетіндей, инвестиция деген ол тек қана жаңа акция немесе облигациямен тоқтап қалмайды. Инвестицияның түрлері өте көп. Қазір сіздерге соларды ашып айтып өтетін боламын. Мысал ретінде бізде мына жерде бірнеше түрі көрсетілген. Мысалы бізде жаңағы акциялар, облигациялар, ETF-тар, яғни қорлардың бөлшектері, алтын және басқа да қаржы инструменттері, яғни инвестициялық инструменттер бар. Жалпы инвестицияның тарихына тоқталып өтетін болсақ, ең алғаш 1400 жылдары Голландияда пайда болған болатын. Ол кезде сол жердегі жергілікті халық өздерінің ақшаларын жинап, белгілі бір кемені сапарға аттандыратын. Егер ол кеме жолда қарақшыларға тоналып қалмай, суға батып кетпей, аман-есен келетін болса, сол сапардан түскен ақшаны теңдей бөліп алатын. Яғни инвестиция тарихы сонау 1400 жылдары пайда болған. Бұл бір жаңаға тренд сала емес. Мысалы, кезінде товарный бизнес бойынша, және тағы басқа заттар бойынша бізде трендтік сала болды. Бұрында болмады, кейінірек хит болды, болашақта жаңа дүниелер хит болады. Ал инвестиция саласы бізде ондай сала емес. 400 жылдан астам тарихы бар, қазірде бар, және болашақта да жүре беретін дүние. Яғни бір тренд болып жоқ болып кететін сала емес. Сонымен қатар ең алғаш 1800 жылдары Амстердамда алғашқы қор биржалары, алғашқы брокерлік компаниялар пайда болды, және инвестиция жаңа айтып өткендей 4 жылдан астам тарихы бар тұрақты сала болғандықтан, ол бұрында да болған, қазірде бар, және болашақта да болады, яғни өмір бойы жүре беретін үрдіс. Себебі кез келген бизнес болсын, тағы басқа дүниелер болсын, оның патологы бізде осы инвестицияға келіп тіреледі. Ол туралы қазір келесі презентацияларда толығырақ айтамын. Жалпы негізгі ұғымдарға тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші ұғым бізде IPO деген дүние бар. IPO дегеніміз компанияның жеке меншіктен акционерлік қоғамға айналуы. Яғни кез келген нарықтағы компания болсын, біз қолданып жүрген мысалы Apple компаниясы, iPhone, AirPods, MacBook шығаратын. Бұл компания мысалы ары қарай жаңа деңгейге шығу үшін, жалпы кез келген кәсіп жаңа деңгейге шығу үшін оған қаражат керек. Бұған келісесіздер деп ойлаймын. Олар сол қаражатқа жаңа компанияны арендаға алады, немесе мамандар алады, жаңа аппараттар алады, өздерінің ассортименттерін кеңейтеді. Олар сол ақшаны алу үшін өзінің белгілі бір бөлігін сатылымға шығарады. Кейбір компаниялар өзінің белгілі бір бөлігін бірнеше адамға сатылымға шығарса, ал нарықтағы Apple сияқты, Nvidia сияқты ірі компаниялар осы қор нарығы арқылы, мысалы 10%-ін сатқысы келсе, сол 10%-ті 6 миллионға бөледі. Яғни сіз Apple-дың бір акциясын алсаңыз, сіздің қолыңызда 0,001%, яғни Apple-дың 0,001%-іне иелік етесіз. Яғни компанияның жеке компаниядан осындай әлеуметтік компания дейміз, яғни әрбір адам сол компанияның инвестор болуына жағдай жасаса, бұл бізде жалпы IPO деп аталады, яғни компанияның осы қор нарығына өзінің акцияларын шығаруы. Келесі бізде акция деген ұғым бар. Акция дегеніміз бізде компанияның бөлшегіне иелік ету. Жаңа айтып өткендей, кез келген компания мысалы 10% сатса, соны 6 миллионға бөледі. Яғни әрбір акциясы 0,001% құрайды. Акция деген тек қана ол график емес, ол тек қана жаңа ақша емес. Бұл жерде сіз компаниямен серіктес боласыз. Бұл жерде бір артықшылық, бізде win-win деген позиция бар. Яғни жаңағы экономикада сіздің ақшаңыз арқылы компания ары қарай дамиды, ал сіз болсаңыз жаңағы компания дамыған сайын, жақсы жаңалықтар, жақсы өсімдер болған сайын сізде пайда тауып отырасыз. Яғни нарықта екі жақта ұтады. Және кәсіп жақсы жүрген сайын жалпы налог жағынан салық бойынша мемлекетке жақсы салық төленеді. Яғни бұл жақта сізде бизнес ұтады, мемлекет ұтады, және сол компанияның акцияның инвесторы да бізде жақсы пайда табады. Келесі бізде облигация деген дүние бар. Облигация дегеніміз мемлекетке немесе жеке компанияларға қарызға ақша беру.
біз акцияда белгілі бір бөлікке ие кететін болсақ, облигацияда қарызға береміз. Яғни бұл жақтағы процесс депозитке ұқсайды. Мысалы біз акцияда біз алдын ала болжам жасай алмаймыз. Яғни осындай пайда табамыз, осындай деген сияқты. Кейде біз ойлағандай болады, кейде біз ойлағаннан көп болады, кейде біз ойлағаннан төмен болуы мүмкін. Ал облигацияда тұрақты өсім болады. Облигациядағы тұрақты өсім, мысалы сізге бізден осындай ақша беретін болсаңыз, біз сізге мысалы 32%-пен, мүмкін 22%-пен деген сияқты әрбір облигацияның түріне байланысты сізге өсіммен қайтарады. Келесі бізде ETF деген дүние бар. ETF дегеніміз құрамында көптеген компаниялар бар, ірі қорлардың бір бөлшегіне иелік ету. Яғни бізде жеке акциялар деп жатырмыз. Әрбір акция бұның артында үлкен компания бар. Сол компаниялардың бәрін жинақтап тұратын нарықта ірі қорлар бар. Сол ірі қорлардың бір бөлшегін сатып алу арқылы, сіз мысалы 500 компания болатын болса, 500 компанияның бір компаниясы банкрот болып кетсе де, қалған 499 компания сіздің капиталыңызды сүйемелдеп тұрады. Бұл бізде ETF деп аталады. Яғни ірі қорлардың бір бөлшегіне иелік ету. Келесі бізде биржа деген дүние бар. Биржа дегеніміз жаңағы Apple компаниясы болса, ол Apple компаниясы бізге акциясын тікелей сата алмайды. Немесе біз тікелей барып сатып алмаймыз. Біз осы биржа арқылы сатып аламыз. Биржа дегеніміз қарапайым қазақ тілімен айтқан кезде базар деген мағынаны білдіреді. Яғни осы акция болсын, ETF болсын, осы инвестициялық құралдарды алу және сату процестері жүретін базар. Жалпы әр елдің өзінің биржасы бар. Мысалы Қазақстанда KC, AX деген биржалар болатын болса, ақш-та бізде NASDAQ және SPY деген биржалар бар. Өзіміз көбінесе осы америкалық биржалармен жұмыс жасаймыз, жаңағы NASDAQ, SPY деген сияқты. Одан кейін келесі бізде брокер деген дүние бар. Брокер дегеніміз сол биржамен біздің арамыздағы көпір. Яғни жаңағы базар деп жатырмыз ғой. Сол базардан біз тікелей барып, жалпы акция болсын, басқа инвестициялық құралдары болсын, оларды тікелей сатып алмаймыз. Біз осы брокер арқылы сатып аламыз. Қазақстанда өте көптеген брокерлік компаниялар бар. Олар бізде жаңағы Freedom Broker, Халық Инвест, Жусан Инвест сияқты өте көптеген брокерлік компаниялар бар. Жалпы осы брокерлік компаниялардың арасынан қайсымен жұмыс істеуді ұсынасыз Саят мырза деген кісілер өте көп. Сол сұраққа бірден жауап беріп өтейін. Жалпы мен өзім және студенттеріме Freedom Brokerді ұсынамын. Себебі біріншіден Freedom Brokerде лицензия бар. Яғни сіз Freedom Brokerда активтер дейміз, жаңағы акцияларыңыз бар, облигацияларыңыз бар, ETF-тарыңыз бұл актив деп аталады. Яғни құдай сақтасын, егер Freedom Broker банкрот болып кеткен жағдайда, сіздің жаңағы бүкіл активтеріңіз тура сондай лицензиясы бар басқа брокерлік компания ауысады. Яғни жаңағы брокерский компаниямен бірге күйіп кетпейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, Freedom Brokerда ұзақ уақытқа акцияларды ұстаған кезде қосымша комиссия қосылмайды. Кейбір басқа брокерларда сіз акцияны ұстағаныңыз үшін қосымша үстіне комиссия қосыла береді. Ал Freedom Brokerде акцияны алған кезде 0,5%, сатқан кезде 0,5%, жалпы 1% көлемінде өзіңізден комиссия ұстайтын болады. Сіз қанша уақытқа ұстасаңыз да ол маңызды емес. Үшіншіден, Freedom Brokerда бізде көбінесе уақыт жағынан біз ұтамыз. Яғни кейбір брокерларда именно осы америкалық акциялармен, ETF-тармен жұмыс жасаған кезде акцияны алуға өзіне 3-4 күнге, сатудың өзіне 3-4 күн уақыт кетіп қалады. Яғни бұл не үшін тиімсіз? Себебі, мысалы сіз бір акцияны болсын $300 алғыңыз келді. Ал ол акция, мысалы сіз заявка беріп қойдыңыз, 4 күннен кейін орындалды, ол акцияның бағасы $350 болып кетті. Яғни сіз $50 брокердің кесірінен артық төлем жасайсыз. Тура солай акцияны сатқан кезде, негізгі акцияны сіз $300 сатуға бұйрық бердіңіз, ал ол акция $250 сіз 4 күн приказымен тұрып қалғандықтан құлап кетті. Осындай жағдаймен уақыт пен мәселе болмас үшін бізде Freedom Broker осы үш жағынан тиімді. Сондықтан Freedom Brokerмен жұмыс жасауға кеңес беремін. Одан кейін келесі бізде портфель деген дүние бар. Жалпы портфель деген дүние өте маңызды. Әрбір инвестордың портфель болуға міндетті. Портфель дегеніміз өзіңіздің капиталыңызды әртараптандыру. Яғни қалай? Мысалы сіз акция алсаңыз, сіздің барлық акцияларыңыз бір салада болмау керек. Мысалы Nvidia, AMD, Tesla сияқты компаниялар, бұның бәрі технология саласының компаниялары. Яғни технология саласы құласа, сіздің капиталыңыз бірге құлап кетеді. Осындай жағдай болмас үшін нарықта өте көптеген салалар бар. Мысалы медицина саласы, энергетика саласы, білім саласы, финанс саласы деген сияқты. Сол салаларға сіз қаражатыңызды әртараптандыруыңыз керек. Және де одан бөлек бізде жаңағы ETF-тар бар, облигацияларға бар. Осы дүниелерге ақшаңызды бөлу арқылы сіз біріншіден қауіпсіздікті қамтамасыз етесіз, және жалпылама алған кезде орташа өсім көресіз. Көбісі өсім деген кезде банктік өсіммен шатастырады. Бұл бізде банктік өсім емес, компаниямен ортақтасу, яғни компания өскен сайын, әрбір сатылған өнімдері көбейген сайын сізде жақсы пайда табасыз.
Инвестициядан қалай табыс табамыз? Жалпы инвестициямен табыс табудың бізде екі жолы бар. Біріншісі капитал өсім арқылы, яғни акция бағасы болсын, басқа инвестициялық құрал болсын, соның бағасының қымбаттауынан пайда көру. Мысалы бізде әрбір акцияның алатын бағасы болады. Жалпы акция болсын, инвестициялық құралдар болсын, кез келген уақытта ала беруге болмайды. Әрбір акцияның өзінің алатын уақыты болады. Мысалы ретінде сіздерге iPhone телефонын мысалға келтірейін. Бізде соңғы шыққан iPhone телефоны 1,5 миллион теңге болады. Мысалы сол iPhone-ды сіздерге 200 мың теңге берем десе, сіздер аласыздар. Өйткені оның жоқ дегенде 500-600 мың теңгеге сатып жібере аласыздар. Яғни iPhone өз құнынан төмен түсіп кеткені байқалады. Бұл бізде фундаментал және тех анализға келіп тіреледі. Тура сол сияқты бізде әрбір акцияның шекті бағасы деген болады. Мысалы iPhone 17 Pro Max-ның шекті бағасы 1,5 миллион теңге. iPhone жаңағыдай 5 миллион теңге, 10 миллион теңге тұратын iPhone жоқ, себебі ол iPhone үшін өте қымбат баға. Тура сол сияқты әрбір компания акциясының өзінің орташа бағасы болады. Мысалы сіз мысал ретінде келтірейін, Apple компаниясының акциясын алдыңыз, оның құны $200. Сіз белгілі бір аналитика жасау арқылы $100 түскен кезін байқадыңыз. Яғни қазіргі құны өз бағасына лайық па, лайық емес па, соны анықтап $100-дан алдыңыз. Шекті бағасы мысалы $300 болатын болса, $300-ды сатсаңыз, арасындағы $200 бұл сіздің әрбір акциядан пайдаңыз. Яғни сіз тура осылай 10 акцияны алып және сататын болсаңыз, сіздің капитал өсімдегі пайдаңыз $2000-ды құрайды. Бұл мысал ретінде алынған. Яғни акция ешқашанда өзінің бағасы арқылы қымбат немесе арзан деп бөлінбейді. Яғни қазіргі құны осы бағасына лайық па, әлде лайық емес па деген көрсеткішпен ғана біз акцияны қарастырамыз. Тура солай бізде екінші жол бар. Ол бізде дивидендтік табыс деп аталады. Яғни компания табысынан біз үлес аламыз. Мысалы, кейбір акцияларда, барлық акцияларда емес, кейбір акцияларда сіз сол акцияны алғаныңыз үшін бағана капитал өсімі деді қой, компанияның өзінің өсімінен бөлек сол акцияны алғаныңыз үшін сізге ай сайын, кейбір компанияда квартал сайын, кейбір компанияда, мысалы Халықбанкте осы жылы студенттерім 2 рет дивиденд алды, яғни жылына 2 рет дивиденд береді, кейбір компания бір жылда 1 рет дивиденд береді. Яғни акцияны алғаннан бөлек сіздерге қосымша белгілі уақыт арасында төлейтін ақша. Яғни капитал өсім арқылы сіздердің ақшаларыңыз өсе береді, дивидендтік табыс арқылы сіздерге тұрақты табыс алып келіп отырады. Болашақта да бізде белгілі жиналғаннан кейін сіздер осы дивидендтік табыс арқылы, яғни болашақта сіздер көбірек дивиденд беретін акциялармен белгілі бір жинақ жасағаннан кейін, көбірек дивиденд беретін акциялармен, ETF-тармен, облигациялармен жұмыс жасау арқылы сіздер тұрақты пассивті табысқа шығасыздар. Яғни бастапқы кезде біз капитал жинаймыз, капитал өсіміне бағытталған ETF-тарды, акцияларды аламыз. Одан кейін белгілі бір әрбір адам қаржылай мақсаты бар. Мысалы біреу 100 миллион жинағысы келеді, біреу 200 миллион жинағысы келеді, біреу миллиард жинағысы келеді. Сол қаржылай мақсатқа жеткеннен кейін өзінің акциясының ETF-тарын бір бөлшегін сатып, жақсырақ дивиденд беретін акциялар мен ETF-тарды ала отырып, жаңа жинақ қоры жиналғаннан кейін одан кейін тұрақты табысқа шығады. Бұл сәтте біз қандай затқа қол жеткіземіз? Яғни сіз жаңа ETF акцияларды алып сатып отпасаңыз да, сізге ай сайын брокерлік шотыңызға тұрақты түрде пенсия сияқты, зарплата сияқты ақша түсіп отырады. Сіз ол затқа ештеңе әсер етпейсіз. Яғни кез келген уақытта шешіп ала аласыз, басқа акция алсаңыз да болады. Көбінесе дивидендтік табысқа жеткен деңгей көбінесе өзіміздің шығындарымызға құртамыз. Белгілі бір жинақ қорынан кейін. Сіз бұл жаққа өзіңіздің жұмысыңызды істеп жүре бересіз, 24/7 қарау керек емес. Осы дивидендтік табыс өзіңізге тұрақты түрде, яғни пассивті деп айтып жатамыз, сізге ай сайын тұрақты түрде брокерлік шотыңызға түсіп отырады. Бұл белгілі бір жинақтан кейін. Бастапқыда біз капитал өсімі арқылы бірінші жинақ қор жинауымыз керек. Қор жиналғаннан кейін белгілі бір бөлігін сатып, жаңа дивидендтік табысқа бағыттаймыз. Сол арқылы ай сайын шотымызға тұрақты ақша түсіп отырады. Бұны біз пассивті табыс деп атаймыз. Енді жаңа айтылып өткен заттардың барлығын жалпы инвестицияда қанша ақшаға жинауға болады, қанша капитал жинауға болады деген затты құр теория түрінде емес, практика жүзінде көрсетейін. Енді жалпы практикалық тұрғыда санап көрейік. Мынау қандай зат деп жатсаңыздар, егер сіздерде iPhone болатын болса Safari'ге, Android болатын болса Google'ға инвестиция калькулятор десеңіздер, сіздерде осындай ашылады. Бұл жақта сіздер инвестиция арқылы ай сайын ақша салып отырсақ, белгілі бір уақытты таңдау арқылы қанша ақша жиналатынын бізде автоматты түрде санап береді. Ең біріншісі стартовый капитал, яғни сіздің бастапқы сумаңыз. Инвестиция бастағанда енді әр адамда әртүрлі, бізде 100 мың теңге деп алдық. Енді 100 мың теңге қатты үлкен сума емес. Срок инвестиция бізде бұл жерде стартовый капитал 100 мың теңге ғана болуы деген міндетті емес. 50 мың теңгемен болсын, кемі 50 мың теңгемен болған жақсы. Срок инвестиция бұл жерде сіздің инвестиция жасайтын уақытыңыз.
Әр адамда әртүрлі. Кейбіреуі қанша уақыт жинай алатынына байланысты. Бірақ мынандай дүние, инвестицияда ақша неғұрлым ұзақ тұрған сайын, сол арқылы күрделі процент жақсы жұмыс жасайды. Инвестиция деген бұл аққала жасау сияқты ғой. Бізде бастапқы кезде қарды мыжып домалатқан кезде өзіне кішкентай қарларды ғана жабыстырады. Негізгі бөлік, негізгі ядро ол өзіміз жасаған қар. Ары қарай қар үлкейген сайын оның өзіне жабыстыратын қары де, оның ішінде біз жасаған именно қар түбінде ғана, ортасына ғана қалып қояды. Қалған үстін қарының барлығы өзінен өзі жиналған қарда. Капитал жинауда тура осылай жиналады. Яғни неғұрлым ұзарғы уақыт болған сайын соғұрлым жақсы. Бұл жерде сөзсіз осындай жыл болу керек деп міндет емес. Сіз 5 жылдан кейін болсын, 3 жылдан кейін болсын, 2 жылдан кейін болсын, шешіп алсаңыз болады. Бұл өз таңдауыңыз. Срок инвестиция 15 жыл деп алайық. Мысалы 30 жаста болсаңыз, 45 жаста пенсияға шығуды қаласаңыз, 15 жыл деп алайық. И жылдық ставка бізде жылдық өсім. Бұл жерде теңгемен санайық, теңгемен орташа 30% деп аламыз. Және де ай сайынға өсім, яғни ай сайын қанша сума саламыз, бұл сумаға біз акциялауымыз мүмкін, ETF алып отырамыз. Яғни просто счетқа салып қоймаймыз бұл 50 000 теңгені. Яғни ай сайын тұрақты түрде дұрыс аналитика арқылы акцияны немесе ETF-ті сатып аламыз. Мысалы 50 000 теңге деп жазайық. И бізде санау кнопкасын басатын болсақ, бізде жалпы жиналатын сума 176 760 757 теңгені құрайды екен. Бұл суманың ішіндегі өзіміз қалтамыздан шығарып жинаған сума 9 миллион теңге. Ал үстіндегі өсім 167 760 757 теңге. Ал жалпы өсім 176 760% құрайды. Яғни өзіміздің жинаған процентіміз небәрі 5%, қалтамыздан салған ақша. Үстіндегі өсім 95% құрайды. Енді сіздерге бір қызық көрсейін, не үшін уақыт маңызды деп жатқан. Тура солай біз бағана 15 жыл деп алдық қой, ар жағында 2 жыл күтетін болсақ, мысалы 45 емес 47 жаста небәрі 2 жыл қосатын болсақ, бізде уже бұл жақтағы жиналатын сума 176 миллион емес 321 миллион теңге шығады. Яғни алдыңғы 170 миллионды жинауға 15 жыл уақыт кетсе, ары қарайға былай жатқан кезде үстіндегі суманы жинауға, яғни 176 миллион емес 321 миллион теңге жинауға небәрі 2 жыл уақыт кетеді үстінде. Яғни сума үлкейген сайын ары қарай оның ауқымы алуы да, күрделі процентте жақсы жұмыс жасайды. Және барған сайын біздің салған ақшамыздың сумасы көлемі азаяды. Яғни біз бастапқы кезде өзіміз капиталымыз 50-60% құрасақ, уже мына жақта 3% қана 10 миллион теңге ғана біздің қалтамыздан шыққан ақша. Ал үстіндегі өсім 311 миллион 210 мың 93 мың теңгені құрайды. Бұл жерде көбі шатасады. Банктік, депозиттік, жаңа айтып өткендей бұл өсім емес, бұл кәсіппен ортақтасу арқылы, кәсіп өскен сайын, дамыған сайын содан пайда ала отырып көрінетін пайда. Яғни осы ақша жиналғаннан кейін әр адамда әртүрлі қаржылай сума, ары қарай біз жақсы дивиденд беретін акциялар мен ETF-тарға өтеміз. Әрине капитал өсімі арқылы сіздің ақшаны сұра береді. Одан бөлек дивиденд жақсы беретін акциялар мен ETF-тарға өтеміз. Осындай белгілі бір сума мақсатымызға жеткеннен кейін. Сол арқылы брокерлік счетыңызға ай сайын тұрақты сума түсіп отырады. Пенсия сияқты, зарплата сияқты, яғни сіз ешқандай жұмыс жасамасаңыз да сізге қосымша пассивті табыс түсіп отырады. Ары қарай тағы бір қызығы, ол капитал өсімі ары қарай да өсе береді. Мысалы сізде 321 миллион теңге уже дивидендтік пайдасын құртып бастасаңыз да, сіздің ақшаңыз ешқашан азаймайды. Себебі сіз тек дивидендтік табысты құртып жатырсыз. Жаңа айтып өткенде бізде екі түрі бар. Екіншісі капитал өсімі. Сіз капитал өсімі арқылы состояние дейміз, жағдайыңыз ары қарай өсе береді, және жағдайыңыз өскен сайын сіздің дивидендтік табысыңыз да арта беретін болады. Яғни капитал өсімі ары қарай өсе береді, сіз дивидендтік табысты құрта берсеңіз де, ол капитал өсіміне әсер етпейді. Яғни сіздің состояниеңіз өсе береді, ал состояние өскен сайын ай сайынға тұрақты пассивті табысыңыз да автоматты түрде өсе беретін болады. Жалпы осындай жағдайға жету үшін біз инвестициялармен жүйелі түрде, дұрыс түрде айналысу арқылы ең біріншісі капиталымызды өсіріп жинақтап аламыз, ары қарай белгілі бір бөлігін сату арқылы дивидендтік табысқа өтеміз. Уәде еткендей, видеоны соңына дейін қараған жандар үшін өзімнің негізгі құны 50 000 теңге тұратын консультациямды тегін сыйлайтын боламын. Жалпы консультация Zoom форматта өтеді. Бұл жақта сіздің қаржылық жағдайыңызды талқылаймыз, капитал жинаудың нақты формуласын аласыз, одан бөлек Freedom брокерға тіркелу, құжаттарды толтыру сабақтары сізге тегін берілетін болады. Тағы да қайталап өтсем, бұл бонус жалпы тек 10 адамға беріледі, барлық адамға бермейді. Бұл жалпы жеке консультацияға қатысу үшін осы сабақты көрген Telegram каналға, одан кейін осы YouTube каналға тіркеліп, видеоның астындағы анкетаны толтырыңыз. Сізді жеке консультацияда күтетін боламын.